Бәріне сәлем. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Мен бизнесті қорғауға маманданамын. Бүгін мен бір оқиғамен дәлірек айтсақ, тәжірибемді болған кейспен бөлісемін. Лайк басып, YouTube каналыма жазылыңыздар. Тәжірибемді менің клиентім құрылыс компаниясының директоры бюджет қаржысын жымқырды деп айыпталған жағдай болды. Істің мән-жайын түсінбестен тергеуші тергеу барысында қарт адамды түрмеге жапты және жымқыру туралы істі сотқа жіберді. Істің мәні былай болған. Құрылыс компаниясы бірнеше құрылыс келісім-шарттарын алған. Біреу директордың өзі салған аурухананың құрылысына, екіншісі тазарту қондырылғандарының құрылысына қатысты болды. Оған клиентінің ешқандай қатысы жоқ. Өйткені оның қаржы директоры екі шетелдік инженермен бірге жасаған. Сотта ондаған куәгерлер, компания қызметкерлері клиенттің тазарту құрылыстарымен айналыспағанын растады. Оның үстіне ақша қаражатын ішкі жағдайға бөлуге жетекшілік еткен қаржы директоры болған. Ал менің клиентім тек жалақы салып отырған. Сондай-ақ сотта орындалған жұмыс актілеріне қол қойған тапсырып беруші әкімдік өкілдерінен жауап алынды. Олар клиентімді танымайтыны, оның ешқашан көрмеген және барлық істерді қаржы директорларымен шешкенін хабарлады. Жалпы алғанда, сот директорының әрекеті қаржы жымқырудың қызметін міндеттерін жауапсыз орындау санына жатқызып, бас бостандығынан айырумен байланысты емес жаза тағайындады. Бұл әділ де заңды үкім болды. Өйткені директор шын мәнінде орындалған жұмыс актілерінде ол жерге бармастан, орындалуын тексерместен, іс сотта қаралғанға дейін қайтыс болған қаржы директорына сеніп қол қойған. Осылайша клиентім компанияның тапсырыс беруші алдындағы міндеттемелерін дұрыс орындамауы тексеруге міндетті басшы ретінде өз міндетін орындамаған. Егер сізге тәжірибе адвокат әңгімелері ұнаса, лайк басып, YouTube каналыма жазылыңыздар. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды. Мен бизнесті қорғауға маманданамын.